молекула құрылысын түсініп білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріп баға беріңіз. Жалпы молекула құрылысын қалай білеміз, қалай сызамыз, соны үйреткім келіп отыр. Сізге де осындай тегін сабақ, пайдалы сабақ ұнайтын болса, егер қызықты болатын болса, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, және де видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең бірінші біз қарапайым қосылыстардан бастайық. Мысалы, 6-шы топтың элементі оттегінің мысалы сутекпен қосылысы, яғни ол суды береді. Су молекуласының біз құрылысын қарастырайық. Жалпы молекула, атом дегенді түсінесіз бе? Атом дегеніміз мысалы кез келген бір элементті айтады екен. Мысалы оттек атомы, фтороатомы деп айталады екенбіз. Ал егер мысалы бірнеше заттан тұратын болса, мысалы оттек пен сутекпен тұратын зат, ол су молекуласы деп айта алады екенбіз. Яғни олар бірнешеу. Сондықтан оны молекула деп атайды. Осы біз су молекуласын қарастырайық және оның құрылысы қалай болатынын көрсетейін. Бұл жерде оттек элементі 6-шы А топшасында орналасқан, электрондық конфигурациясы 2s2 2p4 деп айтылған, және оның қарапайым сутекпен қосылысын алайық. Сутекпен қосылса әрине ол H2O болады екен. Бірінші оттегінің конфигурациясы. Мына жерде міне көрсетілген оттектің 2s2 2p4. 2s2 2p4. Осы жерде оның графиктік формуласын жазатын болсақ, бізде S1 ұяшық, P бізде 3 ұяшықтан құралған. S-те 2 электрон, мен төбесінде дәрежесі. P-да 4 электрон. Бірінші бір бағытпен жазып аламыз, және төртіншісін біріншісіне жазады екенбіз. Яғни бұл оттегі атомының электрондық конфигурациясы және графиктік конфигурациялары көрсетілген. Осы жерде қарап отыратын болсақ, мынау 2s бізде, мынау 2px, 2py, 2pz. Яғни осы жерде 2 жалқы электроны 2 осы орбитальда екендігін көруге болады. Яғни бізде байланыс түзу үшін жалқы электрондары жұмсалады. Сутекпен байланыс түзген кезде осы жалқы электронына келіп, олар бүркеседі. Бұл жерде яғни Y және Z осьтері бойынша бұл жерде бүркеседі. Жалқы электрон дедік, яғни жалқы электрон бізде Y және Z осьтері. Бізде X-ті алмаймыз, өйткені бұлар толып қалған. Байланыс түзуге осы жалқы бір электрондар ғана қатысады, яғни 2 электрон. Бізде және P элементтері біз гантель тәрізді дедік. Осы гантельді былай саламыз. Мысалы, мынау Y осі болса, мынау Z осі. Y осі бойынша және Z осі бойынша 2 жалқы электрон. Осы кезде бізде сутек те осы бағыт бойынша келіп қозғалады. Сол кезде осы 2 бағыт бойынша ғана мына жерде бүркесу болады, байланыс түзіледі. Сол кезде бізде H2O қосылысы молекуласы түзіледі екен. Мінекей. Осылай кеңістікте қосылады, осылай. Шар келіп, 2 шар, бұл яғни сутек атомы. Және H2O. Және бұлардың арасындағы бұрыш 90 градус, мінекей тік бұрыш 90 градус. Кейде 90-ның плюс-минус аздап айырмашылық болуы мүмкін. Яғни бұл біздің су молекуласының кеңістіктегі пішіні осылай көрінеді. Бұл жерде оттегінің астында күкірт, оттектің сутекті қосылса H2O, H2O-ның құрылысы осындай болады. Одан кейін күкірттің құрылысы H2S деп жазылады. Формуласы H2S деп жазылады. H2O деп жазылады. Одан кейін селендікі тоже H2 селен деп жазылады. Телурдікі да солай H2 телур деп жазылады екен. Осылардың құрылысының барлығы осы тектес болады. Осы судыкі тәріздес болады. Яғни молекуласының құрылысы осындай болады. Бізде 5-ші топ элементі, азот элементін туралы айтатын болса, азоттың сутектік қосылысы болатын болса, NH3 болады. NH3, яғни бұған сәйкес астындағы элементтерінде қосылыстары осындай RH3 формасында болады. Осы NH3-тің құрылысын көрсетейік енді. Көріп отыратын болсақ, мына жерде N-нің жағы электрондық конфигурациясы 2s2 2p3 деп тұр.
2s2 2p3 деп тұр. Яғни осыны жазамыз. S дегеніміз бізде бір ұяшық, бір ұяшықта 2 электрон, міне 2 дәреже болып тұр. P дегеніміз бізде 3 ұяшықтан тұрады. 3 деп тұр, 3 электрон. Яғни 3 электрон болғандықтан әр қайсысын жеке-жеке ұяшықтарға жазып шығамыз. Енді осы жерде жалқы электрондар бізде реакцияға түсіп байланыс түзеді екен. Бұл жерде яғни 3 жалқы электроны, яғни жалғыз тұрған электроны бар. Сондықтан да бұл жерде 3 валентті деп те айтуға болады, яғни 3 электроны ғана байланысқа түседі. Бұл жерде P-да P-X, P-Y, P-Z бағыттары бойынша бір кеседі. Сутек келіп қосылады екен. Яғни бұл жерде X, Y, 3 жалқы электронына әр қайсысына бір сутектен келіп орналасады. Мына жерде бір кесу болады, яғни байланыс түзіледі осы жерде. Мына арасында байланыс түзіледі. Яғни бұл NH3 молекуласы үшін. Және де бұларда арасындағы байланыс, арасындағы бұрыш, яғни валенттік бұрыш деп айтамыз, арасындағы бұрыш 90 градус плюс-минус болады, яғни дәл 90 градус болмайды. Және де мына жерде құрылысын көретін болсақ, мынау сутегі, мынау сутегі, мынау сутегі, мынау бізде азот. Біріктірсек осыны, мынандай пирамида тәріздес болады екен. Яғни бұлардың пішіні құрылысы пирамида тәріздес болады, кеңістіктегі пішіні, яғни молекуласы, NH3 молекуласы. Сол сияқты бұл жерде азоттың астында фосфор, мышьяк, сурма деген сияқтылардың барлығының құрылысы осыған ұқсас болады, яғни бәрі бірдей болады. Бұл сутектік қосылыстары туралы айтып отырмын.